Уоррен Эдвард Баффет 1930 жылы 30 тамызда дүниеге келген. Омаха, Небраска, әлемдегі ең ықпалды инвесторлардың бірі. Forbes журналы бойынша жаһандық ең байлар тізімін ұзақ уақыт бойы басқарған. Мен бай болатынымды әрқашан білетінмін, оған бір минут болса да күмәнданғаным есімде жоқ. Билл Гейтс Forbes Баффеттің байлығын 84,6 миллиард доллар деп бағалайды және оны планетадағы ең ықпалды адамдар арасында 16-шы орынға қояды. Күшті адамдар 2018 Уоррен дүниеге келді. 1930 жылы 30 тамызда ақш-тың Небраска штатындағы ең үлкен қала Омаха қаласында. Бала кезінде сары майдағы ірімшік сияқты домалап кетті, өйткені саясаткер және бизнесмен Ховард Баффеттің отбасында дүниеге келген. Ол 1942 жылы ақш конгрессмені болды. Оның бастамасы өте жақсы болды, және оны жақсы пайдалана білді. Ақылды бала оқуды ерте үйреніп, санасында көп таңбалы сандарды көбейте білген. Ал енді сіз одан компьютерді пайдалануды сұрасаңыз, Уоррен сізге ол компьютер деп жауап береді. Кіші Баффет әкесінің ықпалынсыз қаржылық біліммен айналысты. 11 жасында ол Series Service акцияларының 3 акциясын әрқайсысын $38 сатып алды. Бастапқыда олардың құны бір акция үшін $27 дейін төмендеді. Содан кейін Баффет еш ойланбастан оларды сатты. Дегенмен пайданың қуанышы ұзаққа созылмады, көп замай акциялар $200 дейін өсті. Сіз қор биржасында істерді кездейсоқ қалдырмауыңыз керек деп Уоррен бұл сабақты нық білді. Бастамашылдығы мен тапқырлығы Уорренді басқа ұлдардан ерекшелендірді. Құрбылары ойын ойнап жатқанда Уоррен ақша тауып отырды. Ол әрқашанда бұл қаржыға деген құштарлықты атап өтті. Мен ақша табуды және оның өсуін көргім келетінін емес, 13 жастағы Уоррен табысқа жетті. Ол баспасөзді жеткізу бағытын жетілдірді. Соның арқасында көбірек жазылушыларға қызмет көрсетіп, көбірек ақша тапты. Белсенді жасөспірімнің айлық жалақысы пошта директорының табысымен бәсекелесе алар еді. Әлбетте, адамды лауазымы емес, оның ұстанымы практикалық. Кіші Баффет жинаған ақшасын мұқият жинап, лайықты соманы жинап, оны жалға берген жер телімін сатып алды. Оған қоса, ол ақауы бар ойын автоматтарын сатып алып, оларды сатты. Жөндеу жұмыстарын жүргізді, содан кейін оларды шаштараздарға орнатты, бұл да табыс әкелді. Уорренді әрқашан су таңбалары бар қағаз бөліктері емес, процестің өзі қызықтырды. Мен оларға төтеп беруді үйренсем де, кірістен гөрі бұл процесс маған көбірек ұнайды. Уоррен Баффет оқудан кейін Омахада, Уоррен Вашингтонда білімін жалғастырды. Онда ол Баффет аға конгресс сайлауындағы жеңісінен кейін отбасын көшірді. Уорреннің келесі қадамы Гарвард университетіне түсу болды, бірақ бұл мектеп Баффеттің кандидатурасын қабылдамады. Бұл бас тарту оған жақсы қызмет етті. Ол Нью-Йорктегі Колумбия университетіне түсіп, кәсіби инвестор және әйгілі Бенджамин Грэммен бірге оқуға ерекше мүмкіндік алды. Экономист Баффеттің айтуынша, оған ақылды инвестиция салудың негізін салған Грэм болды, және ол өзінің интеллектуалды инвестор кітабын осы тақырыпта жазылғандардың ішіндегі ең жақсысы деп таниды. Баффет курстан ең жоғары балл алды, қатал мұғалімнен. Ол оны әкесінен кейін өмірге ең үлкен әсер еткен адам деп атайды. Инвестициялауды кездейсоқ емес, ғылым деп санады, және студенттерге бағалы қағаздарға алыпсатарлық емес, компаниялардың балансын талдауға үйретті. Ұстазының дұрыс айтқанын мойындай отырып, Уоррен өзінің инвестициялық философиясын жасады. Акцияларды емес, олардың артындағы бизнесті сатып алу. Ақшаны инвестициялаудан бұрын тек қаржылық есептермен ғана емес, сонымен бірге нақты жағдаймен де танысу керек. Істері бойынша компанияда топ менеджерлердің дайындық деңгейін бағалайды. Баффет ақшаны кез келген ақымақ басқара алатын кәсіпорынға ғана сену керек, өйткені бір күні ақымақ оны басқаратын болады деп сенеді. Баффет оқығаннан кейін бірнеше жыл жұмыс істеді. Әр түрлі компаниялар туған қаласына оралған соң ол үйленетін Сьюзан Томпсонды кездестіреді. Ол онымен жарты ғасырдан астам өмір сүрді және ерлі зайыптылардың 3 баласы болды. 2004 жылы Баффеттің әйелі қайтыс болды, ал Уоррен екінші рет Астрид Минкске үйленді. 1956 жылы Баффет өзінің алғашқы инвестициялық серіктестігін ұйымдастырады. Ол компанияның бастапқы капиталын $105-ке айналдырады, $1000-ды $7 миллионға айналдырды. 1965 жылы Баффет Berkshire Hathaway тоқыма компаниясының бақылау пакетін сатып алды. Бұл кәсіпорын болды. Рентабелді емес, бірақ егер біздің қаржылық гуру бизнеске кіріссе,
сәттілік сөзсіз Баффет Berkshire Hathaway'ды сақтандыру және инвестициялармен айналысатын үлкен холдингке айналдырады. Нарықтың әртүрлі секторларының компаниялары, жиһаз өндірісі, баспа ісі, қаржылық қызметтер және т.б. 2007 жылдың қыркүйегінде Barron журналы Berkshire Hathaway'ды планетадағы ең беделді және құрметті компания деп атады. Қазіргі уақытта Баффет Berkshire Hathaway директорлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарады және компания акцияларының 31 иеленеді. Уорреннің сенімі жай ғана айтылған: мен адамдармен жұмыс істемеймін. Мен ұнатпайтын немесе таңданбайтын. Бұл бәрінің кілті. Табысты инвестор ақшаны өзі өнімін ұнататын компанияларға ғана салады. Ол өзінің инвестициялық портфеліне American Express, The Washington Post, Coca-Cola, Gillette, McDonald's, Walt Disney және т.б. сияқты танымал корпорациялардың акцияларын сатып алады. Осылайша біз атақты миллиардердің өміріндегі бір күнді елестете аламыз. Міне, Баффет мырза таңертең Gillette ұстарасымен қырынады, таңғы асты Coca-Cola ішеді және The Washington Post газетінің соңғы санын парақтап жатыр. Ол Дисней шығарған үйреккер ертегілері кейіпкеріне біршама ұқсайды. Скрудж Макдак ағай, сол баяғы ескі, практикалық және біршама жұдырықтай миллиардер. Өзіңіз бағалаңыз. Біздің табысты инвестор 1956 жылы $30,000 сәл астам сомаға сатып алынған үйде тұруын жалғастыруда және арзанға сатып алынған Хонданы жаңартуға асықпайды. Өндірісінде ол ештеңе түсінбейтін технологиялық компаниялар. Егер мен бірдеңені түсінбесем, онда мен инвестиция салмаймын деп қорытындылайды инвестор. Әлемдегі ең ірі инвестор 15 жылдан кейін әлі де сұранысқа ие болатын компанияларды іздейді. Мысалы, Wrigley сағызын алайық. Менің ойымша, интернет адамдардың шайнау тәсіліне әсер ете алмайды. Сағыз. Бұл таңғаларлық емес. Бизнесмен криптовалютаға күмәнмен қарайды. Биткоиндерді көпіршіктер деп атайды. Инвестициялар анық, қарапайым бизнес нәтиже әкеледі. Business Week журналының мәліметі бойынша, $600 миллион сатып алынған Gillette акцияларының нарықтық құны қазір $4-6 миллиард құрайды. Coca-Cola'ның үлесі $3 миллиард $13-4 миллиард дейін өсті. The Washington Post газетін сатып алуға жұмсалған $11 миллион және т.б. 2015 жылы Уоррен Баффет итальяндық кәсіпкер риэлтор Алессандро Пратамен бірге €15 мың Грекияның әулие Томас аралын 1,2 сатып алды. Магнат мұны жылжымайтын мүлікке тиімді инвестиция деп атайды. Мен секіру үшін 7 футтық барларды іздемеймін деп мойындайды Баффет. Мен басып өтуге болатын 1 фут барларды іздеп жүрмін. Ал егер біреу Баффетті сынағысы келсе, тапқыр миллиардер, егер бәрінде соншалықты ақылды болсаңдар, мен неге сонша баймын? Деп жауап береді. Мистер Баффет ұзақ мерзімді инвестициялық стратегияны ұстанады және қарапайым тілмен айтқанда, ол ондаған жылдар бойы сатып алынған бағалы қағаздармен бөліспейді. Менің сүйікті кезеңім, ол сізге лайықты нәрсені алу үшін мәңгілікке қалады. Сізге шыдамдылық қажет. Оның бизнесі тұрақты және табысты қызметтің классигі. Дегенмен, Баффеттің барлық жетістіктерін тек темір логикасы, инвестициялық тәжірибе және тапқырлықпен байланыстыруға болмайды. Оның ерекше интуициясы, бірегей қаржылық түсінігі бар, соның арқасында дамыды. Өзінің сүйікті бизнесіне берілгендігі, алтыншы сезімі, оған ақша табу жолын айтып қана қоймайды. Сонымен бірге ол ақпан айында Омаха деген лақап ие болған нақты экономикалық болжамдар жасауға мүмкіндік береді. 2018 жылы американдық қор индекстерінің күрт төмендеуіне байланысты Баффет ең көп жоғалтты. Ол бір күнде $1 миллиард жоғалтты. Ол теңдесі жоқ, инвестициялық гуру болып қала берді. 2010 жылы Уоррен Баффет өзінің байлығының 75-дан астамын қайырымдылық ұйымдарына аударғанын жариялады. Қаражаттың негізгі бөлігі Мелинда мен Билл Гейтс қорына жіберілді. 2019 жылы ол $35 миллиард жуық қайырымдылық жасады және әлемдегі ең жомарт миллиардер атағын заңды түрде алып жүр. Қаржы данышпанының еркіне сәйкес, оның капиталының 99 қайырымдылық қорларына жіберіледі. Ең көп қайырымдылық көрсеткіші 5-5. Баффеттің Американың бірінші бай адамы Билл Гейтспен достық қарым-қатынаста болғаны қызық. Олар 2004 жылы бірге көпір ойнады. Билл тәуелсіз директор ретінде Berkshire Hathaway директорлар кеңесіне қосылды. Баффеттің балалары әкелерінің қаражатты қайырымдылыққа аудару шешімін толығымен мақұлдайды. Айтуынша, ол өзінің барлық ұрпағына сенімді және олардың жағдайына риза.
Ол өз сұхбаттарында Билл Гейтспен бірге кедейшілікке ұшырамаған басқа адамдарды игі іске қосылуға және өзі сияқты әрекет етуге шақырады. Өзінің ауқымы бойынша Баффеттің әрекеті тарихтағы ең жомарт қайырымдылық әрекеті болып табылады.